Сәлем достар, бүгін осындай үлкен көлемде бал тортын дайындаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Соңына дейін бірге көріп, осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін бізге қажетті заттар: қант қажет, 5 жұмыртқа, сары май, ұн, бал және көпсытқыш пен ас содасы қажет болады. Алдымен құрғақ ыдысқа қантты саламыз және осылай орташа отта араластыра отырып карамель жасаймыз. Ыдысымыздың асты күйіп қалмау үшін осылай араластырып отыру қажет. Мінекей, бізде араласты, барлығы карамель пайда болды. Және оның үстіне балымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сары май саламыз. Оны да жақсылап араластыра отырып, майымыз ерігенше отты сөндірмейміз. Мінекей, осылай барлық араласқаннан кейін оттан аламыз және ас содасына азғантай мөлшерде уксус құйып, гайстетіп аламыз да бірден ыдысымызға саламыз. Бөлек ыдыста қоя тұрамыз. Ал жұмыс жасайтын бөлігімізді алып, осылай кішкене формасын келтіреміз. Себебі бізде 4 бұрышты етіп қазір пісіретін боламыз. Және ұны мол болса да ештеңе етпейді. Осылай асты жабыстырып алмай қамырымызды жаямыз. Противинді дайындап алдық. Енді соның үстіне жайлап астын жабыстырып алмай, осылай оқтаудың көмегімен апарып жаямыз. Корждарымыз бірдей шығу үшін осылай форманың көмегімен бөліп аламыз.
Енді бетін тегістеп, жан-жағын жинастырып тазалап аламыз. Енді тортымыздың бетіне араның ұясын формасын шығарғым келіп тұр. Ол үшін арнайы трафарет болады, болмаса осындай пельменницаны пайдалануға болады. Қант ұнтағын себеміз молынан бетіне. Және осылай пельменницамен үстіне басамыз. Сонда осындай әдемі форма пайда болады. Мінекей тортымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше болып шығады. Мінекей кесілгенде осылай болады. Басқа бал торттарына ұқсамайды, дәмі өте ерекше. Жасап көріңіздер және нәтижесімен комментарийда бөлісіп кетіңіздер. Достар, егер видео ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып және арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!